Ассалаумағалейкум тарихшылар қауым. Бүгінгі әңгімеміз қазақтың саны 20 миллионға жетті. Бұл үлкен бір қуаныш хабар деп айтуға да болады. Әңгімемді бастамас бұрын каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жан-жаққа таратып бөліссеңіздер, үлкен бір қолдау болар еді каналдың дамуына. Әрі қоңырауды басып жіберіңіздер. Уақытылы біліп отырасыздар шығар. Қазақ тарихында көбейген сәттері, шалқып өмір сүрген аз, өйткені үлкен көшпенді батыр халықтың жан-жақ соғысып, әрі осындай үлкен кең байтақ жерді ұстап тұрудың өзі оңайға соққан емес. Қазақтың тағдырынан талай қиын қыстау кездерде өтті. Сосын да қазақтың жырлайтыны мың өліп мың тірілгенде. Расымен де қазақ мың өліп мың тірілді. Сондықтан да жан-жаққа пытырап шашылған кезде болды. Қайта-қайта аштықтан өлген болды. Қазақ не көрмеді маңдайынан. Соңғы 4-5 ғасырдың қазақтың маңдайынан өтпеген қиын қыстау кездердің талай сынақтардан өтті. Соңғы бір ғасырдың өзінде өз жерінде өзі, яғни өз елінде аз болып қалып қайта жаңғыруы қазақ. Бұл да бір тарихи сәт деп айтуға да болады. Қазақ үшін мақтаныш, яғни өз елінде 70%-дан асуы, ондай тарихта аз, яғни өз жерінде өзі кемшілікте қалуы деген. Сондықтан бұл қуанарды әрі ойланатын сәт деп айтуға да болады. Яғни қуанарымыз-ау халықтың көбейгеніне, халықтың саны болғанмен сапасы бола ма? Осы алаңдататын жайттың бірі болды Давлат ағай. Соңғы 70 жылда, яғни 20-шы ғасырдың 20-шы жылда революция кезінен бастап қазақ ашаршылық, қашшылық, одан кейін яғни 30-шы жылдары қайтып екінші ашаршылық, осылайша 6 миллион қазақтан 2,5 миллион қазақ қалды. Жан-жаққа қашқандары бар, қыдырап ел басына күн туған кезде және атылғаны бар репрессиямен, сол осы аштықтан қырылғаны бар. Осылардың бәрі қосқанда өз елінде өзі саны аз қалып, яғни өз елінде кем болып қалған қазақ соңғы осы 30 жылда саны көбейіп, Аллам өзі жарылқап қазақтың басына бір бақ-қон десе де болады. Тыныштық, еліміз тыныш болып, жұртымыз аман болған арқасында қазақтың саны қазір жалпы Қазақстанның саны 20 миллионға жетіп отыр. Яғни өз елінде 70%-ық үлестен асып отыр, белестен. Яғни бұл үлкен қуанатын жайт. Яғни біз ел болып қаламыз, ез болмаймыз деген үміттеміз. Сондықтан болашаққа қарау керек. Яғни болашағың түзең десе бесің түзе дейді қазақ. Сондықтан осы жас буынның саны болғанмен сапасы бола ма екен деген әлі дата, яғни көп деген. Қазіргі ауыл қазағы қалаға келуі, оның мектепке, балабақшаға және басқа да бала үшін денсаулық сақтауға деген жағдайлар жасалған ба? Я жасыратын несі бар? Көптеген қалаларда ауылда келіп дегенмен оның жалдамалы пәтерде тұруы, балаға деген уақыты жоқ, яғни олардың көбісі жұмыс жасауы. Сондықтан балаға тәрбиесіне кім көңіл бөледі? Біз соңғы кездердегі балалар арасында зорлық-зомбылық, педофилия және балалар суицидінен Қазақстан алда тұр. Осының бәрі алаңдататын жайт. Осының бәрін қолға алып жатқан мемлекет жоқ, яғни мемлекеттің ешқандай жоспары мен бағдарламасы, көптеген іс-шаралар жүргізе ме деген ой бар еді, бірақ әлі өзгерері жоқ. Соның бірі мысалға айтуға болатын көп жайттардың бірі, әлі де балалардың өлімі тіркеліп келеді. Соңғы 4 баланың да өлімі алып келді, яғни өз үйлерінде өртеніп кетуі. Бұның бәрі әлеуметтік жағдайға тікелей байланысы бар. Яғни әлеуметтік жағдайдың сіздің нашарлаған сайын балаға деген көңіліңіз, уақытыңыз және оның біліміне деген нашарлауы, сондықтан баланың өсіп өзінің толыққанды потенциалын, яғни білімін, жағдайын көтеріп мүмкіндіктен, әділетсіздіктен жас адам әділеттік іздейді, көшеге шығады. Осылайша қаңтар сияқты жағдайлардың болашақта болуы әбден ықтимал. Оның бір дәлелі мысалға Мысыр елін алуға болады. 20 ғасырдың басында 20 миллион халық бар Мысыр, қазір 100 миллионнан асып кетті. Соңғы көтерілістер, серпілістер осы жастардың көбейгенінен, яғни 30 жасқа дейінгі жастар және ер адамдардың саны көп болғандықтан, әрі діни экстремистіктердің де сондықтан халық кедей болған сайын дінге жақындай, әрі сауаты аз болғандықтан басқа адамдардың ықпалында болады. Сондықтан көптеген партиялардың құрылуы, билікке келуі, Мысырдағы ағайынды мұсылмандар жалғыз Мысырда емес, осы Газа секторында айта кетуге болады. Яғни Хамас көп қолдап жүрген осы жас жігіттер көбісі шарасыздықтан, яғни олардың я білімі жоқ, я үміті жоқ, басқа елге барып жұмыс істейтін тілді де білмейді, сауаты жоқ. Сондықтан олар өзін қай салада жұмыс істеп болашағына сенбегесін үміті жоқ адамдарды осылай дін арқылы, үгіт арқылы Хамастардың пайдалануы. Яғни сіздер елдің тыныштығы мен дамуына тікелей әсер ететін осы әр баланың болашағы, яғни әр бала осы дүниеге бақытты болу үшін дүниеге келеді. Біреудің ықпалымен және ескісінде болу үшін емес, зорлық немесе зомбылық шыдау үшін. Әрі елдің экономикалық дамуы қажет болса, әр бала сауатты болу керек. Әр бала балабақша мен мектеппен және басқа да үйірмелермен, спорт
болсын, басқа да би болсын, көптеген үйірмелермен қолжетімділігі болған сайын баланың дамуына үлкен үлес қосады. Әрі осы балалардың болашақтағы әртүрлі салада белсенді әлі көшбасшы болуы, өзінің көзінің ашықтығы және ойдың шұғырлығы бәрі осы сауат пен көзқарас және білімді де әрі сауатты ұрпақ елдің болашағы. Біз болашақ түгіл қазіргі заман кезімізді қамтамасыз ете алмай жатырмыз. Осы қазір Қазақстанның орта жасы 32 жас, яғни біз әлі жас мемлекет, әлі жас буынды мемлекет. Біз халықтың орта жасы жас, бірақ кәрілер, қарттар санында ұлғайып келеді. Әзірге тек қана 2% дегенмен болашақта 30%-ға дейін ұлғаюы мүмкін. Яғни ол болашақта 30% зейнеткерлердің саны үлкейген сайын ол денсаулық сақтау саласы мен әрі зейнетақы төлеуге үкіметтің қалтасына да ауыр тимейтіні рас. Сондықтан білікті де білімді болашақ қажет. Яғни жұмысшылар көп саладағы білімгерлер қазір бұрынғыдай қара жұмыс емес, қазір білімнің қажет ететін білікті емес. Сондықтан да білімді ұрпақ қажет. Кезіндегі елбасы деп Назарбаевтың жан-жаққа жіберген болашақтарда үмітті толыққанды ақтама. Осы жемқорлардың ішінен де қазіргі буындарда сол бұрынғы жемқорларға осы елдің ақшасын тонауда соңғы жемқорлардың бір үлесі деп айтуға болады. Яғни бұрынғы министрдің жасаған қылмысын, бір қылмыстан кешірім алып, екінші қылмыс жасауы, бұл да бір елдің жемқорлығын және әділетсіздігін көрсетіп жатыр. Мүлдем елде сот жүйесінің жоқтығы, әрі сот жүйесінің әкімшілікке бағыныштылығы әділетсіздік тудыртады. Әділетсіз туған болашақ тұрақсыз болмайды әрине. Оның бір куәгері, яғни көрші қырғыз бауырымыздарды, яғни олардың жастар саны оларда қарқынды көбейді, бірақ әлеуметтік әділетсіздік өте қатты болғандықтан әрі билік бытыраңқы 4-5 кландарға бөлінуі, яғни ықпал жасайтын адамдардың әр облыстан шығуы, жергілікті халықты пайдалана көптеген көтеріліспен үкіметке қарсы шығуы, жиі осы әлеуметтік теңсіздік және халықтың қолжетімді жұмыспен қамтымағандықтан көптеген факторларға байланысты жиі шығады. Жалпы орталық Азия қарқынды дамуда, яғни халық саны көбеюде. Көрші өзбек ағайындарда болашақта жақын арада 40 миллионға асады, яғни және қырғыз ағайындарда көбейіп келе жатыр. Жалпы орталық Азияда халық саны көбейген сайын су тапшылығы, басқа да жұмыс тапшылығы әлеуметтік дамудың да экономиканың дамуында дұрыс байқалмайды. Бірақ халық саны көбейген сайын бұл үлкен қиындықтарға алып келуі мүмкін. Яғни Африканың жағдайы басымызға келуі де мүмкін, егер қазірден болашақты ойламасақ. Автократтық елдерде тек қана уақытшалы болашақта қатты ойламайды, әрі өздері болашақта болмағасын қатты алаңдамайды. Біздің мемлекет басшыларының көбісі жанұялары шетелде тұрады, сондықтан олар әлі де болашақта өздерін бізбен байланыстырмайды. Оны да айта кететін бір жайт, шынына келеді, Қазақстанда кедей мен байдың арасында қатты алшақтап барады. Яғни қазақ айтқандай тоқ бала аш баламен ойнамайды. Яғни көптеген халыққа мүлде пайдасы жоқ эксполар ұйымдастыру. Азияда осы уақытқа дейін халық жайында көп ойлаған жоқ. Мысалға деп айта кететін жайт, осы мына тұрақсыздықтардың болашақта осы батыс пен оңтүстікте болады. Соның көп айдарым Жаңаөзенде айта кетуге болады. Яғни вақтылы қалашық бір ғана мұнай газ өңдеуін деп отқан ондай мұнығы қалалар көп. Өзімде сондай бір қаладан дүниеге келдім. Мысалы айта кететін Хромтау ауданында оларда да бір шахтаға қарап отқан күні, егер шахта жабылып қалса, бұл мыңдаған халық қайда барарын білмейді. Яғни бізде жай ғана кен мен шикізаттың үстінде отқан халықпыз, шағын қалалар. Осылардың бәрі сол олигархтың қолына қарап отыр. Яғни осы олигархтар кетіп қалса, егер халық кімге қалады, немен айналысарын білмей отыр. Әрі жан-жақтағы бұрынғыдай ауылға бар дейді. Ауылға барсаң, я жер жоқ, я үй жоқ, Назарбаев айтқандай екі сиыр ұста деп. Ол үшін оған да жағдай жасау керек. Яғни көптеген Америка қалаларын айтуға болады. Яғни қала сыртындағы шағын аудандарды дамытқан және коммуникация мен инфраструктурасы бар, интернеті, жолы тегіс және мектеппен балабақшамен қамтыған. Өзім тұрып атқан Ақтөбенің өзінде жедел жәрдемдерді шақырсаңыздар 2 сағаттың ішінде келсе жақсы. Көптеген адамдар соны күте алмай өліп кеткені қалай. Әрі өз ауданымда шағын микрорайонымызда 2 мектептің өзіне балалар сыймай, СРТГ деп бірінші класс, алғашқы бірінші класстың өзінде 20-дан астам класс бар. Яғни бұның бәрі үкіметтің мүлдем осы 20-30 жылда дым істемегені көрініп тұр. Яғни ешқандай үлкен ұлттық
саясат жоқ, және осы 30-20 миллион халық болады, яғни беби бумның арты неге алып келетін, болашаққа деген көптеген жоспары мен ешқандай программасы жоқ. Айта кететін жат, қазақта бір мақал бар: 3 күнін ойламайтын әйелден без, 3 жылын ойламайтын еркектен безді. Яғни мүлдем болашағымыз ойлайтын үкімет жоқ. Оның бәрі екінші мүлдем ойламаса қайта алатын қантар қайтып келетіні рас. Қазақ айтады, жаман айтпай жақсы жоқ дегенде. Яғни әлеуметтік теңсіздік және жұмыссыздық, осының бәрі осы айналып келіп қайтадан әйелдердің парламентке баруы, көп балалардың өздерінің әлеуметтік көмек сұрауы, жұмыссыздық, көптеген қиындықтар бәрі де бір-біріне тығыз байланысты. Яғни біздің мемлекетте статистиканы жақсы айтқан жақсы көреді, экономиканы сөздің шынына керек 2011 жылдан бері қазақ экономикасы ешқашан дамыған емес. Кейін қарай қазіргі өмір сүріп жатқан ВВП, яғни ішкі-үлестің 2002 жылға дейін түсіп кеткені, біздер әдемі теңгемен айтқанмен шынына келгенде доллармен шақсақ 2002-2003 жылдардағы бюджеттегі ішкі өнімнің үлесі сонымен тең. Яғни қазақ экономикасы қайрандап дамып тұрған кезде тек 2011 жылға дейін өзінің шыңына жетті де кейін қарай кетті. Яғни әлі де ұлттық қорды босатуда келеміз. Қиын қыстау түссе болды, ұлттық қордан ақша алудан тайынбаймыз. Яғни болашақта ұлттық қор босаса не істеріміз өзіміз білмейміз. Яғни шикізат сатқанға мәзбіз. Сол шағын қалашықтарға жиналған мыңдаған адам ертең шикізат бітсе қайыққа барады, олардың бала шағаларға не болады, мүлдем ой жоқ. Яғни соны металл сатамыз, металлды шикізат есебінде оны қайтып өңдеу мүлдем жоқ, әрі қарастырмайтын түріміз бар. Мұнайды сатқанмен өзіміз бензинге тапшымыз. Соңғы мына газ айқайды, жан айқайымен тең осы бензинге де көрші ресейлерден сатып алуға қайтадан азық-түлік қымбаттайды. Қайтадан қазіргі қазақ өзінің жалақысын жартысын тамаққа жаратуға мәжбүр. Яғни ол жарты жалақысы кетсе баласына деген үйірмелерге бөлу, дамыту, басқа курстарға беру мүлдем жоқ. Сондықтан бір айлықтан екінші айлыққа өмір сүріп жатқан адам қайдан ойласын болашақ, және ол кредитін, яғни төлеуді ойлаумен бір айдан екінші айға күн көрумен өмір сүрген қазақ болақ жарқындау үшін қандай не ойлап табу керек, оның бәрі үкіметтің қолында. Сондықтан бір қуанар сәт, бір ойланар сәт деп айтуға да болады. Өз пікір ойларыңызды жазып кетіңіздер каналға, жан-жаққа таратыңыздар. Әрі лайк басып каналдың дамуы үшін көптеген чаттарға таратып жіберіңіздер ағайын. Рахмет толыққанды тыңдағандарыңызға. Қоңырау басып жіберіңіздер, уақытылы біліп отырасыздар шығарылымды.